Сәлем досым. Бүгін 8 наурыз туралы жұмбақтар жасыратын боламын. Таба аласың ба? Ойынды бастамастан бұрын менің парақшама тіркелуді ұмытпа. Ал мен бастаймын. Ең жарқын, ең мейірімді әжелер мен аналар күні. Көктемнің тамаша мерекесінің бірі бұл күн. Бұл мереке 8 наурыз. Бұл жерде қандай сөз жасырынған? Тауып көрші. Бұл бізде шай, яғни ш әрпі. Ал бұл жерде қандай әріп жасырынған? Мұрын, яғни м. Дұрыс. Ал бұл жерде қандай әріп? Дұрыс, а әрпі. Бұл жердегі әріп? Ыдыс, о әрпі. Бұл жерде алма, а әрпі. Нан, н әрпі. Жасырынған сөз анашым сөзі, жарайсың. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні екен. Гүл-гүл жайнап жер аспан, гүріл дейді сайда өзен. Гүл жазира жарасқан, гүлдер мен қай кезең. Бұл мезгіл көктем мезгілі. Қыстың суық күндерінен кейін бұл ай біріншісі. Онда жақсы жарқын мереке бар, аруларды құттықтайтын. Бұл қандай ай? Дұрыс, бұл наурыз айы. Бұл жерде қандай сөз жасырынған? Сурет арқылы тауып көрейік. Бұл суретте не белгіленген? Етік, яғни е әрпі. Бұл суретте әтеш, яғни әрпі. Бұл суретте жұлдыз, яғни ж әрпі. Сонда бізде әже деген сөз шықты, жарайсың. Келесі жұмбақты тауып көр. Оқуыма көмектеседі. Ол дәмді тамақтандырады. Және ол маған ұрыспайды. Өйткені ол менің ол менің анам. Келесі жұмбақты тауып көр. Мен анама гүл шоғын апарамын. Әдемі, мейірімді жан үшін. Ал мен бүгін өзімді мақтан тұтамын. Себебі анама мен пісірдім. Дәмді торт пісірдім. Қыздар, қызғалдақтар, мерекелеріңіз құтты болсын. Көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің, әдептіліктің иесі болып қала беріңіздер. Жанарларыңыз әрдайым нұр шашып, жүздеріңіз күндей күлімдеп жүрсін. Көңілдеріңіз көктемдей көрікті болсын. Зор денсаулық, мәңгі жастық пен сұлулық тілеймін. Ізгі тілек пен бөбектер каналы. Мені жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.